Тыңдармандар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі шыққан шығарымды қолдап, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Топан суда Нұх пайғамбардың кемесінде болмаған екі мақұлық бар. Олар қайсысы? Әбілданың жауабы: оның бірі қарлығаш, бірі маса еді. Нұх кемесін тышқан тесіп, ішін су жайлағанда, жылан бүкіл денесімен тесікті бітеді. Ұзақ уақыт мұздай суда жатқандықтан денесін суық жайлайды. Жылан денесінің мұздай болатыны содан қалыпты. Оның үнемі алтын бар жерді мекендеп, алтынның буына денесін қыздырып жататыны осы екен. Түс жору кімнен қалған? Әбілданың жауабы: Жүсіп пайғамбардан қалған. Жүсіп зынданда жатқанда Мысыр патшасы түс көреді. Түсінде жаман іс көреді. Бидайдың қураған 7 масағы әлі сүт боп, жетілмей тұрған 7 масақты жеп қояды. Артынша 7 арық сиыр 7 семіз сиырды жалмайды. Бұл түс ненің нышаны екенін білмей, патшаның басы қатады. Бүкіл түс жорушыны жинайды, бірақ ешкім жори алмайды. Бұл кезде Жүсіп пайғамбар зынданда жатыр еді. Патша Жүсіпті алдыртады. Ол оған былай дейді: еліңде астық 7 жыл қатардан бітік шығады, бірақ одан кейін 7 жыл қатардан жұт болады. Жауын жаумайды, өзен тасымайды, егін шықпайды, аймақты ашаршылық жайлайды. Жұтқа дайындала беріңіз, деп түсін жорып береді. Тәңірді жүрекпен тани ма, әлде жүріспен тани ма? Әбілданың жауабы: жүрекпен таниды. Ертеде біреу Құдайды іздеп жер бетін кезіпті. Темір етігі теңгедей, темір таяғы тебендей болды. Жастық ғұмырын, күш-қуатын сапарға сарп етіп, дүнияны аралапты. Бір күні дәрмені құрып, еңбектеуге шамасы келмей жерде жатыр еді. Қасына бір әулие келді. Ол: әй байғұс, пендесі Тәңірін 2 аяқпен емес, жүрекпен таниды ғой, дейді. Сол кезде ғана әлгі дәруіштің санасы жарқ етті. Жүрегіне терең үңіліп еді. Іздеп жүрген Құдайы жүрегінде тұр екен. Сондықтан әулиелерден қалған бір сөз бар: адам Құдайды бас көзмен емес, көңіл көзмен ғана таниды деген. Бір мақұлық бар. Адам ата заманнан бері аш жүреді. Нұхтың топанында өзіне азық тапты. Ол не? Әбілданың жауабы: ол жылан еді. Әуелде жылан пейіштің күзетшісі болды. Бір күні іблісті пейішке кіргізіп, Тәңірдің қаһарына ұшырады. Аяқ-қолынан түгел айырылып жерге түсті. Жазасы ретінде Тәңір оған ризық бермеді. Бір көпір бар. Бірде қылдай болып қысқарады, бірде ені кеңіп ұзарады. Ол не көпір? Әбілданың жауабы: Сират көпірі. Күнәһар үшін қылдан жіңішке, қылыштан өткір болады. Ақ жүрек момын үшін дүниеден кең болады. Патшаны да, байды да, батырды да, кедейді де тәубесіне түсіріп, жермен жексен ететін Алланың өкілі кім? Әбілданың жауабы: ол Әзірейіл періште. Өлімнен құтылмайсың қашсаңдағы, атадан арыстан топ ассаңдағы, деген осы. Өлім адам таңдамайды. Бір жансыз зат бар, иесінен бұрын пейішке кірген. Ол не? Әбілданың жауабы: ол Ыдырыс пайғамбардың кебісі. Әл-Қиса оқиға былай басталған. Бір күні Тәңірі тағала періштелерге Ыдырыстан асқан білімді жоқ деп мақтанады. Періштелер Ыдырыс пайғамбарды Құдайдың рұқсатымен қонаққа шақырып сынамақ болады. Сұхбат түсінде Ыдырыс пайғамбар Әзірейілге: жан тапсырып көргім келеді, жанымды алып қайта салшы, өлім хәлін бастан кешіп көрейін, дейді. Әзірейіл Ыдырыстың жанын табанынан тартып, мұрнынан сорғанда, Ыдырыстың жан даусы шығады. Жанын қайта кіргізгенде Ыдырыс пайғамбар: жан шіркін, тәтті екен, қатты қиналдым. Адамның өлімнен не үшін қорқатынын енді түсіндім. Ысырапыл сүр үрлегенде дүние астан кестең болады екен. Сол құдіретті көргім келеді. Сүр үрлеші, дейді Ысырапылға. Құдай досының көңілін қимай, ол кернейін тартты. Керней тартқанда Ыдырыстың зәресі қалмады. Сүрдің дауысы зәрлі екен. Ай батынан 18 000 ғалам дірілдеді. Зәрем зәр түбіне жетті. Енді қыл көпірден өтіп, 7 тозақты көргім келеді, дейді. Микаил оны қыл көпірден алып өтіп тозақты көрістеді. Тамықтағы сұмдықты көріп жаны шошиды. Тозақ қорқынышты екен. Алла пендесін тозаққа тастаудан сақтасын. Енді жұмақты аралап көрейін, деп Жебірейілге қолға салады. Ол да
Құдай досының көңілін қимай келіседі. Жарайды, бірақ бір шартым бар. Пейішке кірген адам қайтып шыққысы келмейді. Қайта шығам деп уәдеңді бер, дейді. Ыдырыс пайғамбар сөз береді. Жебірейіл оны ертіп, жұмақтың 8 қабатын түгел аралатып көрсетеді. Ыдырыс сәмбі талдың жанына келгенде бір кебісін әдейі ұмыт қалдырады. Аралап болғаннан соң пейіштен шығады. Жұмақтан ұзай бергенде пейіште бір кебісім қалып қойды, тез барып алып келейін деп рұқсат сұрайды. Жебірейіл сонда: жарайды, тек тез кел, дейді. Пайғамбар сол кеткеннен мол кетеді. Кешкен сайын періште мазасызданып тұрады. Шыдамы таусылып ыдырысты іздеп қайта кіреді. Қараса, пайғамбар әлгі сәмбі талдың саясында дамылдап жатыр екен. Әй ыдырыс, бұл не жатыс? Мен сені күтіп тұрмын ғой. Шық сыртқа, дейді. Пайғамбар сонда таңданып: шыққаны қалай? Жұмаққа бір кірген адам қайта шықпайды деп өзің айттың ғой, дейді. Иә, бірақ сен қайта шығамын деп уәде бергенсің. Мен уәдемде тұрып пейіштен шықтым. Екіншісінде кебісімді алу үшін кірдім. Ол кезде уәде бергенім жоқ, дейді. Адам жұмаққа кіру үшін алдымен өліп қайта тірілу керек, дейді. Сонда пайғамбар: оны білемін, әлгінде Әзірейіл жанымды алғанда бір өліп тірілгенмін, дейді. Адам қайта тірілу үшін қиямет болуы керек, дейді. Адам қайта тірілу үшін қиямет болу керек, дейді. Сонда пайғамбар: әлгінде Ысырапыл сүріледі, мен қияметтің даусын естідім ғой, деп жауап береді. Сөзден жеңіліп бара жатқан Жебірейіл сасқалақтап: жұмаққа кірер алдын қыл көпірден өту керек, дейді. Сонда ыдырыс пайғамбар: Микаэльмен бірге қыл көпірден өтіп тозақты аралап шыққаным есіңнен шығып кетті ме, деп сұрайды. Періште сөзден жеңіледі. Сол кезде Жаббархақ: әй Жебірейіл, сөз тапқанға қолқа жоқ. Оны білімді деп айттым ғой. Ыдырыс айласын асырды. Енді оның жұмақта мәңгі бақи қалуына рұқсат, дейді. Осылайша ыдырыс пейіштен мекен алды. Бірақ пейішке оның өзінен бұрын кебісі бірінші кірген деседі. Періштелердің саны неше? Әбілданың жауабы: мұны бір Алладан басқа ешкім білмейді. Бірақ мәшһүр періштенің саны 9. Бұлардың әрқайсысы 70 періштенің сардары. Әр сардарға 70 мың періште бағынышты. Аты мәшһүр біріншісі ол Жебірейіл. Оның міндеті уахи тасу. Екіншісі Микаил, міндеті ырзық жеткізу. Үшіншісі Әзірейіл, міндеті жан алу. Төртіншісі Ысырапыл, қиямет күні сүр үрлеуші. Бесіншісі Дәрдәйіл, ай мен күнді жұлдызы бақылап отырушысы. Алтыншысы Ысмайыл, жер жүзіндегі барша өсімдік атаулының желеп жебеушісі. Жетіншісі Зұлқайыл, қиямет күні пенделерді таразыға тартушы. Сегізіншісі Ақрайыл, жер жүзіндегі барша дәрия мен мұхит суларды жүргізушісі. Тоғызыншысы Мәлік, 7 тозақтың күзетшісі. Бір ту бар. Оның бір жағы жарық, бір жағы қараңғы түнек. Ол кімнің туы? Әбілданың жауабы: ол Ескендір Зұлқарнайынның туы. Тәңірім Ескендірдің бағын асырды. Оған бір ту берді. Оны алға соса, жолына күннің шұғыласы жайылды. Жер беті айнадай жарқырап, соғыс пен майданның лаңын айшылық жерден айырды. Байрағын артқа кергенде басқан іздерін түнек жайлапты. Аңдаған дұшпаны мен арбасқан жаулары қараңғыдан ештеңе көрмей бірін-бірін жайратыпты. Әжүж бен Мәжүж деген кімдер? Әбілданың жауабы: ол Ескендір патшаның заманында өмір сүрген азғын бір ел еді. Олар көз көретін, аяқ жететін жердің бәріне бәле толтырыпты. Басқан іздеріне қайғы мен сор тұныпты. Олар Ескендірдің айыбынан ықпады. Қанша шайқасып қырса да, Зұлқарнайын оларды тауыса алмады. Біреуін өлтірсе, екеуі пайда болды. Екеуін өлтірсе, төртеуі пайда болды. Ұрған сайын семіріп, өлген сайын көбейіп, құмырсқадай қаптады. Шарасы таусылған Ескендір Тәңірден көмек сұрайды. Тәңірі оған «Аллаху Акбар» деген дұға үйретті. Сол сөзді айтқанда Әжүж бен Мәжүж қолға түсіп, әскері жермен жексен болды. Ескендір оларды ұстап, Қап тауына қамады. Пейіште періштелер соққан шынжырмен байлап бекітті. Тауды айналдыра қалың темірмен қоршап, қамал салды. Қамалдың қалыңдығы 60 құлаш.
биіктігі 70 құлаш болды. Әжір бен мәжір сол зынданда әлі жатыр. Күн сайын мыңдаған құбыжықты дүниеге әкеліп, әскерін көбейтеді екен. Балалары әр тыныс алған сайын есейіп, көзі ашып жұмғанша алпамсадай дәуге айналады деседі. Шаштары дулығаға, терісі сауытқа, тырнағы қылышқа айналып шығады. Бірақ жер бетінде бір момын Аллаху Акбар деп азан шақырса, барлық әскері бір сәтте қырылып қалады екен. Қашан жер жүзінде азан шақыратын адам қалмайды, сол кезде олар көбейіп, шынжырды үзіп, қамалды қиратып, жарық дүниеге шығады. Тәңірі неге адамды екі бұттың ортасынан шығарды? Әбілданың жауабы: себебі адамның көңілі тез өседі, қарны тойып, аты озып, атағы шықса, көзін шапшаң шел басады, перғауын сияқты өзін Құдай сезінеді. Сондай кібірлікке ұрынып, иманнан жұрдай болмас үшін өзінің әуретті жерден лас нәжіске араласып туғанын еске алып тұрғаны ләзім. Сонда ғана пенденің көңілі асқақтап, көкірегі көтерілмейді.